Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге өте керемет болып шығатын осындай күзгі салатты көрсеткім келеді. Өте дәмді және де езілмейді. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бізге керек көкөністің барлығын жуып тазаладық. Мінекей қызанақтарымызды видеодағыдай етіп барлығын турап қоямыз. Тәтті бұрыш сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Қиярымызды және пиязымызды осылай турап алдық. Алдын ала майымызды қыздырып аламыз. Қызған майдың үстіне пиязымыз бен жаңағы үккіштен өткізілген сәбізімізді салып қуырамыз. 5-6 минут осылай жақсылап араластырып қуырамыз. Астын баса отырып, мінекей көлемі осылай кішірейеді. Енді тазаланған қырыққабатымызды жақсылап жіңішке етіп, ұзынша қылып тураймыз. Енді көрінбей қалыпты, және де оның үстіне тұзды салып, үстінен жаңағыдай мұжа отырып, согын шығарамыз. Көлемі кішірейген қырыққабаттың үстіне, капустамыздың үстіне, яғни қызанағымызды, тәтті бұрышымызды, қиярымыз, сарымсақ салып жақсылап араластырамыз. Бір дана осындай қызыл ащы бұрыш саламыз. Салмасаңыздар да болады. Енді осының үстіне жаңағы қуырылған сәбізімізбен жуамызды майымен бірге құйып жібереміз. Барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Татымына қарай дәмін көре отырып, қара бұрышпен тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Барлық жеріне араласатындай етіп араластырамыз. Мінекей салат дайын болды, өте дәмді болып шығады. Дәл осы күйінде дастарханға ұсынсаңыздар да болады палаумен. Енді үстіне шай кесемен толтырмай қант саламын. Жақсылап тағы да араластырамын. Мінекей дайын болды. 10 минутқа қойсаңыздар болады, өзінің соғы шығады. Мінекей 10 минут қоймай бірден салып қайнатсаңыздар да болады. Тазаланған банкымызға осылай тығыздай отырып, салып, бірде қылып салып шығамыз. Банкымыздың астына лавр жапырағы мен жаңағы түйір қарабұштан салып жібердім. Осылай салып, бірде қылып өзінің шыққан соғын құйып шығамыз. Банкыларымыздың қақпағын жауып, үстіне су құйып, жақсылап 30 минут қайнатамыз. Қайнатып болғаннан кейін суымыздан алып, үстіне шай қасықпен уксус құйып, жауып тастаймыз. Мінекей бізде дайын болды. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.